адамдар жайстанған жоқсыз ғой, ешқандай. Инсулин салған жоқсыз. Жақсы болды. Болды, до свидания инсулин болды. Керек жоқ, иә? Сахарым деп ешқашан ойламаңыз енді. Сахарын тексеріп көрдім. Қанша отыр? 6-8. Норма ғой. Сіз 29 бен келгенсіз, иә, бізге? 23 бен. 23 бен келгенсіз. Қазір 10 күннен бері уже 6-3 болып тұр ма кеше? Бүгін азанда тексердім о. Негізі азында ашқанға тексеріп жүргенде 13, 14, 15 болды. Бүгін тексергенім 6-8 болды. Болды ғой. Жайсыздық жоқ, түнде кішілерге шықпайсың, шөлдеу жоқ, әсіреу жоқ. Дені сау адам ғой. Дені сау адам сабақта түсіндірдім ғой. Дені сау адам қалқын тыңдаңыздар. Бетінде нұры бар, Сапарғали сияқты. Қол аяғы жылы, ұйқысы тыныш, басы жастыққа тие салып ұйықтап таңертең оянатын адамдар, иә? Аппетиті жақсы, үлкен дәрі, кіші дәрі нормада, көңіл күй жақсы. Бол ғой дені сау адамсың ғой. Болды дені сау. Иә? Кәмшат оқығаныңа өкінбейсің ғой. Жоқ. Ары қарай жалғасты емдей ғой десе де, иә? Ары қарай аурудың себебін түсіндің ғой. Себебін қайталама, аурудың себебін. Ешқандай адамды ешкім емдемейді. Емдейтін тек қана өзің, өйткені аурудың себебін өзің тауып отырсың. Оның бәрін түсіндіңіз ғой. Сабақ тыңдағаныңыз жақсы болған, иә? Сізді емдеу жері үшін айғайладым ғой, сабақ тыңда деп. Әйтпесе сенбейтін едіңіздер. Иә. Қадірменді халқым, мінекей, сахардан айығып кету үшін сабақ тыңдаңыздар. Сосын барып түсінесіздер, иә? Айтасыз ғой, халыққа айтыңызшы. Халыққа не айтам? Сахарым Құдайға шүкір жақсы. Жазылды. Жазылды. Инсулин салғатқан жоқпын, уже 10 күн болды. Денім сау. Барлық қазақ оқуға тиіс қой, иә? Барлық қазақ оқысын, оқып, емделсін, өшеге ауырмасын. Ауырмасын. Болды айтарым. Бол, сол, ауырмаңыздар. Сахардан айыққан жігіт деп жазып қойдым.